Сәлем достар, бүгін мен сіздерге морковча салатының рецебін ұсынамын. Ең алдымен біз сәбізді осылай теркадан өткізіп аламыз. Одан кейін үстіне осылай тұз салып, жақсылап оны қолмен мыжғылаймыз. Сәбізіміз жұмсаруы керек. Осылай мыжғылағаннан кейін суы шығып жұмсақ болды. Енді осының үстіне жарты ас қасық қара бұрыш, қызыл бұрыш және туралған сарымсақ, одан кейін майға қуырылған пияз жарты және кориандр жарты шай қасық қант, одан кейін уксус 1-2 тамшы, жарты шай қасық сойлы соус салып, осылардың барлығын жақсылап араластырып аламыз. Салатымыз дайын болды достар. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.